Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Әркімнің өзіне ғана белгілі бір күнәсі бар. Әлбетте, одан бәрін естіп білуші, жаратушы иеміз әркез хабардар. Бұл көпшілігіміз мән бере бермейтін жағдай. Яғни үйреншікті күнәні тастай алмай жасап қою. Бұл дегеніміз не? Біреулер айтады, мен Алладан кешірім сұрадым, тәубеме келдім дейді. Дегенмен Алла бетін ары қылсын, осылай айтып отырған адам тура қазір қайтыс болып кететін болса, артына не тастап кетеді? Яғни артында қандай күнәлі істері қап кетті? Мысалға телефонын алайық. Күнәға қатысты нөмірлер, немесе күнәларды еске түсіретін Алланың тыйым салғандары бар ма екен? Суреттер, емейлдер, хабарламалар. Мәселен, сен жас жігітсің. Қыздардың нөмірлерін жазып алғансың. Немесе қыз бала жігіттердің телефон нөмірлерін жазып алған. Сонда сен сол жазған нөмірлерге хабарласпаймын, жай ғана жазып қойғанмын деген келе ме? Саған жат, қатысы жоқ, күнәға итермелейтін номерлердің телефоныңда сақталып тұруының өзі Алланың алдындағы тәубеңе жатпайды. Керісінше, кейін бір керегі болып қалар деген ниетпен сақтаған болып қаласың. Олай болса, қазір мені тыңдап отырған сәтіңде телефоныңды ал да, сондай нөмірлер болса өшіріп таста. Хабарламалар, емейлдер, Инстаграм, Фейсбуктегі жағымсыз парақшаларды да өшір. Олардан шығып кет, керек емес. Жаман видео, сурет, пайдасы жоқ сайттарға тіркеліп қойған болсаң, солардың бәрін өшір. Немесе өзің админ болып басқарып отырған жаман күнәға итермелейтін аккаунт, немесе сайттарың болса, бәрінің жұмысын тоқтат. Сүйікті бауырым, біл, сен жасап кеткен істер сен өмірден өтіп кетсең де жалғаса береді. Намазымыз, оразамыз, құлшылығымыз бен кешірім сұрауымыздың бәрі тоқтайды. Бірақ жаман амалдарымыз, олар жұмыс істей береді. Күнәсі мен зардабы артыңнан бара беретін болады. Қазір өзіңнің жұмыс бөлмеңде, немесе жатын бөлмеңде, қораптардың ішінде жасырылған күнәға жетелейтін күнәлі қағаздарың, суреттерің, әлде бейне жазбаларың болса, бәрін алып, өртеп таста. Бүкіл күнәлі кездеріңді еске түсіретін заттардың бәрінен арылуға тырыс. Алланың азабына алып баратын барлық жаман әдеттерің мен амалдарыңды Алла разылығы үшін таста. Саған айтар кеңесім осы. Артыңда тек қана жасаған жақсылықтарың қалсын. Сені еске алғанда тек ізгіліктермен еске алатын болсын. Бір кісі айтады, менің бір досым бар еді. Екеуміз де намаз оқымайтынбыз, құлшылық қылмайтынбыз. Бір күні сол досым қайтыс болып кетті. Бір-екі күннен кейін менің анам сол досымның анасының халын сұрауға барды. Олар біздің көршіміз болатын. Бір күні анама қайтыс болып кеткен досымның анасы күнде баласының қабіріне біреу келіп, дәрет сындырып кетіп жүргенін түсінде көргенін айтыпты. Алла сақтасын. Байқұс ана қорқып жүр екен. Дос айтады, анасы не үшін ондай түс көріп жүргенін білемін. Қайтыс болып кеткен досымның сайты болатын. Ол жерде ұятсыз, арсыз видеолар, суреттер, кинолар жүктелген. Оны бәрі пайдалана береді. Осындай адамдар білмейді. Бір күні бөліп кететін болса, күнәлі сайттарды, немесе жазбаларды қалдырғаны үшін басқалар оны пайдаланған, немесе көрген сайын қабірде жатып күнә таба беретінін. Досы, біз дәменді жауып тастауға тырыстық. Бірақ уақыты бітпейінше ол жабылмайды екен. Өйткені оның құпия сөзін де білмейтінбіз. Тек уақыты өткенде ғана жабылатын болды дейді. Алладан қорқайық. Әркім істеген ісі үшін міндетті түрде жауап береді. Біреуге қарыз болсаң, берешегің болса қайтарып бер. Сақтауға бір заттарын саған өткізген болса, оны да қайтар. Біреуге жамандық қылсаң, ақысын жесең,
орнын толтыр. Алланың алдында есеп беруден бұрын өзіңнен есеп ал. Алладан қорқ. Ертеңің үшін не дайындағаныңа қара. Үйіңде, бөлмеңде, жәшіктеріңе салып, немесе телефоныңа күнәлі заттар сақтаған болсаң, бәрінен құтылып жоюға тырыс. Алладан кешірім сұрап, жаман әдеттеріңді тастауға талпын.